Адам баласы өте қанағатсыз келеді. Сондықтан болар, қолда бардың қадірін біл деген сөзді өте жиі ауызға аламыз. Сәлем достар, бүгін мен сіздерге оттегі жайлы аз ғана қызықты мәлімет айтамын. Ғаламшарымызда оттегі жоғалып кетсе не болады, немесе жердегі оттегі 2 есеге көбейіп кетсе не болады деген сұрақтар төңірегінде ой өрбітпекпіз. Оттегі 10 секундқа жоғалып кетсе, жағалауда демалып жатқан адамдардың барлығы да бірдей күйіп қалады. Себебі ауадағы оттегі молекулалары адам терісін ультракүлгін сәулелерімен қорғап тұрады. Күндіз аспан қарайып кетеді, жер қыртысы жарыла бастайды. Жер қыртысының 45% оттегіден тұрады. Атмосфера қысымы 25%-ға төмендейді. Барлық жаратылыс иелерінің ішкі құлағы жарылып кетеді. Бетоннан тұрғызылған үйлер қирай бастайды. Оттегі бетон үшін аса маңызды компонент. Судың 1/3 бөлігі оттегіден тұратындықтан, оттегісіз су газға айналып, көлемі ұлғая түседі. Мұхит буға айналып, ғарышқа көтерілер еді. Оттегісіз сутегі тропосфераның ең жоғарғы қабатына, тіпті ғарышқа ауысып кетуі ғажап емес. Ал егер оттегі 2 есеге көбейіп кетсе не болады? Ұшақтар тоқтай алмайды. Жанармай шығыны 2 есеге көбейеді. Біз бақытты бола түсеміз. Бұлай дейтініміз оттегі есте сақтау, назар аудару және физикалық қабілетімізді арттырады. Бірақ құрт құмырсқа, шыбын-шіркейлердің көлемі ұлғайып кетеді. Олардың көлемі атмосферадағы оттегінің көлеміне байланысты. Сондықтан оттегінің осы күйінде тұрғанына шүкір етейік. Бүгінге осы, сіздермен бірге болған мен FT Fury. Кликбас каналынан видеоны лайк басыңыздар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Аман сау болыңыздар.